Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді әрі қонағыңызды күткенде ұялмай қарсы алатын, бір жасағаннан өте керемет болып шығатын жұмсақ сүзбелі бәліш дайындайтын боламыз. Видеоның маңызды жерлерін жіберіп алмау үшін соңына дейін қарауға кеңес етемін. Алдымен бөлме температурасындағы сары майымызға қаймағымызды және қантымызды, одан кейін жұмыртқамызды салатын боламыз. Жұмыртқа жылы күйінде болуы қажет. Жақсылап барлығын қасықпен араластырып, одан кейін қажет мөлшердегі ұнымызды да екі бөліп салатын боламыз. Шетінен араластырып, ешқандай түйіршіктер қалмауы тиіс. Жақсылап араластырамыз қасықпен, одан кейін қолымызбен жақсылап илеп, жұмсақ қамыр шығаратын боламыз. Біздің қамырымыз песочный тесто болып шығады. Кез келген пирогқа жасасаңыз болады. Дәл осы тестаны мен үнемі пирогтарға қолданып жүремін. Өте жеңіл жасалатын тесто. Және де пешіңізді қыздырып қойсаңыздар болады. Менің формам 24 сантиметрлік, жан жағын бортиктарын дайындап, осылай формамызға жасап аламыз. Одан кейін начинкасын дайындаймыз. Қаймағымызға творогымызды салып, одан кейін қантымызды, және де кішкене ванилин немесе ванильный сахарыңызды қоссаңыз болады. Үстіне 3 жұмыртқаңызды, және де міндетті түрде кукурузный крахмалыңызды қосып, жақсылап шанышқымен немесе қасықпен араластырсаңыз болады. Түйіршіктері қалмағанша дейін араластыруымыз қажет. Немесе блендер болса, блендермен мен секілді езіп бір келкі масса дайындап алсаңыздар болады. Начинкамызды тестамыздың үстіне құйып, үстіне кез келген жемістеріңізді қолдансаңыз болады. Жемістерді қолданар алдында міндетті түрде крахмалыңызды қосып, осылай араластырып жіберіңіздер. Себебі пісіп жатқан кезде соғы шығып кетуі мүмкін. Сол себепті крахмал өте құрамын керемет ұстайтын болады. Сол себепті міндетті түрде кукурузный крахмалға аунатып алыңыздар. Қызып тұрған пеште 180 градуста 40 минутта пісіп шығады. Мінекей біздің пирогымыз дайын болды. Өте дәмді, әрі бір жасағанда осындай керемет болып шығады. Міндетті түрде жасауға кеңес етемін. Отбасыңызға және де қонақтарыңызға ұнайтынына сенімдімін. Жасап көріңіздер, аз болсын. Ал мен сіздермен қоштасамын. Келесі рецептерде кездескенше менің каналыма тіркеліп, лайк басып, рецептер ұнаса лайк басып, және де достарыңызбен бөлісуге ұмытпаңыздар. Қош сау болыңыздар.